Ассалаумағалейкум көрермендер. Бүгін Жәнібек Әлімханұлының жаңа жекпе-жегін саралаймыз. Арнамызға тіркеліп лайк басып отырайық, ол бізге шабыт береді. Кеттік ендеше. Қазақ стайлдың жаңа қарсыласы. Франция атынан шығатын ұлты конголық боксшы. Анауэл Нгамисенг. Ол осыған дейін 14 жекпе-жек өткізіп барлығын жеңген, алайда бокстасқан спортшылар арасында анау айтарлықтай адам жоқ. Боксрек рейтингінде 10-шы тұр, 4 жұлдызды спортшы. Бұл қарсыласын көзін жұмып болсын жеңіске жетері анық. Бұл жекпе-жекте айқын фаворит қазақ стайл. Астанада 3 рет домалатып алары анық, менің болжамым 5 раундтан аспайды. Мен осы жекпе-жекте ешқандай интрига көріп тұрғаным жоқ. Мен бұл жекпе-жекті есіткенімде бір қуандым, бір қынжылындым. Қуанғаным жекпе-жек алғанымызға. Қынжылынғаным жекпе-жектің түрі анау. Өткен жылдың соңында жылдың ең мықты деген спортшылары Әл-Риядта бас қосты. Жәкеңе бір жақсы кездесу бұйырама деген ой болып еді, қайдағы фотоға, видеоға түсуге барған сияқты. Түрік Ал-Ах-Ших бастаған маңызды адамдардан жақсы кездесу алып қайтамыз ба деген оймен барылған жер еді. Біз Шираз бен қазақ стайлды бір рингде көруіміз арман болып қалды. Жалған қол берулер. Шираз негізінен қазақ стайлға спорттық тұрғыда бәскеле алмайды. Бизнес тұрғысынан қол жеткізе алмай қалған жекпе-жек болды бұл. Басқа елдің балдарына қызғатындай дәрежеге түсіп қалғанымыз өтірік емес. Оның бірден бір себебі топ рангтың біздің балаға деген көзқарасы. Бұл баруым неліктен екенін білмедім. Қазақ стайлға ақша салуға қынжылама не себеп түсінбедім. 90-нан асқан шалдың қолында көптеген чемпиондары бар, Усик соның басы. Жәкең өткен кездесуде австралиялық қаны орыс Андрей Михайличпен кездесу өткізді. Сол кездесу саудасында бірдей бір топ ранг болмайтын тиынға No Limit промоушнға жеңіліп қалды, содан біле беру керек. Шалдың біздің чемпионға көзқарасын. Сол кездесу алдында No Limit промоушны не істемеді? Әнұранымыз қате қойды, Австралияға жекпе-жекке бір апта қалғанда келді. Салмақ өлшеу рәсімін 2 рет өтік. Қартайғанда ал жиын деген шалдан дұрыс жекпе-жек талап ету керек, ие болмаса топ рангпен қош айтысу керек. Қазіргі күнде Жәкеңде IBF, IBO тұжырымдарының белбеулері бар. Бірақ сондай жетістігі болса да ешкімге қызық емес. Қазіргі кәсіпқой бокс ол бизнес, ақшаң көп па? Атақ танықта сенкі деген сөз. Оның бір мысалы Шираз оны атақты. Ал-Ах-Ших көтеріп отырғаны өтірік емес. Жәкеңе осы топ ранг жолымен кете берсе, тарих жазуда абсолютті чемпион болуда арман болып қалады. Қазақ стайлда тауды қопаратындай алып күш бар. Жақсы адамдар кездессе, алар асуы молынан болары анық. Достар, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Біздің видеоға лайк басып тіркеліп қолдап отырайық, ол бізге күш берері анық. Қазақ батырларының жеңісті күндері молынан болсын.